Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай үлкен көлемді, өте дәмді болып шығатын сүзбелі бәліш дайындаймыз. Алдымен біздің мұздатқыштан шыққан осындай сары майымызды үкіштен өткізіп аламыз. Міндетті түрде сары майымыз салқын болуы қажет. Арасында осылай ұнға аунатып отырамыз. Біздің сары майымыз міндетті түрде салқын болуы қажет, болмаса еріп кетуі мүмкін. Крошка жасап аламыз да, онан соң қант, жұмыртқа, қаймақты салып, жұмсақ қамыр болғанша илеп аламыз. Егерде қамырдың бірігуі қиындап жатса, осылай аздап қана сүт қолдануға болады. Бұл қамырдың бірігу-бірікпеуі біздің қаймақтың қоюлығына байланысты. Міне осындай жұмсақ қамыр шығады бізде. Онан соң қамырды целлофанға салып, шамамен 1 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Начинкасын дайындап аламыз. Творогқа қант, жұмыртқа салып, блендермен араластырамыз. Бізде осындай қоюлау масса шығады. Онан соң біздің тоңазытқышта тұрған қамырымызды алып, теңдей етіп екіге бөлеміз. Мен сол бөлген кезімді видеоға түсірмеппін. Теңдей етіп екіге бөліп аласыздар да, бір бөлігін видеодағыдай етіп жайып аламыз. Бұл бізде пирогтың астыңғы бөлігі. Формаға пергамент қағазын төсеп, біздің қамырымызды осылай жайғастырып шығамыз. Жан-жанына кішкене бортиктер көтереміз. Онан соң салмамызды салып, лопатканың көмегімен осылай тегістеп шығамыз. Екінші қамырымызды видеодағыдай етіп жайып, онан соң ұзыншалап кесіп аламыз. Енді осы кесіп алған қамырымызды торкөз ретінде осы біздің начинкамыздың бетіне қойып шығамыз. Онан соң жұмыртқаның сарысын жағып, шамамен 170-180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минуттай уақытта пісіріп аламыз. Пирогымыз өте дәмді болып шығады, нәзік жұмсақ болады. Міндетті түрде сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Балзия ас болсын.